Сәлем достар, бұл менің кешегі видеомның жалғасы болып табылады. Ол видеода мен жалпы неге дайын болу керек, медицинаға түссең, қандай жағдайларға дайын болу керек, жалпы оқу керектігін туралы жалпы айтып кеткен едім. Және ол мен толық айтпаған нәрселерім бар әлде. Сол айтпаған нәрсе мені бұл жолғы нәрсем бұл не зат керек медицинаға түскендіктен, қандай заттар алу керек. Егер сен осы бұйырып, осы медицинаға түскен болсаң, ең бастысы керек нәрсе екенін өзіңді білетін шығарсың, ол әрине халат пен қалпақ. Және неғұрлым мен алған кездегі мен бір қателік жіберген едім, мен білген жоқ едім. Халат алғандықтан оның жеңі ұзын болған дұрыс. Қыздарға міндетті түрде, ер балдарды конста ұзын болады жеңі. Қолы не жерге шейін келетін, білекке шейін келетін, білезікке шейін келетін халат болу керек, ұзын халат. Өйткені анатомия пәнінде, әсіресе анатомия пәнінде ол сендерден халаттың ұзын болғандығын талап етеді, осы жерге шейін ұзын болу керек. Ең басында солай айтқан еді, мен халаттың жеңі осы жерге шейін келетін еді, шынтаққа шейін. Бірақ мен сатып алам деп жүрдім да, тек басында бір ескертті, одан кейін ештеңе деген жоқ. Бірақ егер мұғалімің қатал болса, ол міндетті түрде сенен күн сайын талап етеді, сұрайды. Сондықтан сен міндетті түрде қолы ұзын, жеңі ұзын халат ал. Жеңі ұзын халат. Екі халат ал, неғұрлым екі халат жақсы. Енді біреуі жеңі ұзын, біреуі жеңі қысқа, өзіңе ыңғайлы, бірақ міндетті түрде жеңі ұзын халат болған дұрыс. Менен мысалға менің мұғалімім, менің ұстазым менен ұзын халаттың ұзын болған, жеңі ұзын болғандығын айтқан еді, бірақ басында айтқаннан кейін оған қатты назар аударған жоқ, бірақ неғұрлым жеңі ұзын халат керек. Және қалпақ, ақ қалпақ кәдімгідей, міндетті түрде ақ қалпақ болу керек, ешқандай өрнегі жоқ. Сен сабаққа барғанда анатомиясында негізгі пәндерде сен қалпақ киіп отырасың, ең маңызды пәндерде. Сен қалпағың таза болу керек, енді өзің тазалығын сақтайсың, халатыңның, қалпағының тазалығын. Және қалпақ өзіңе ыңғайлысын аласың, кәдімгі тек өрнегі жоқ, таза аппақ қалпақ. Одан кейін хирургиялық костюм деп атайды. Ол енді екінші семестрде қажет болды бізге хирургиялық костюм. Бірінші семестрде онша талап еткен жоқ. Хирургиялық костюм, яғни үсті астымен кәдімгі киетін, сен практикаға барған кезде осы хирургиялық костюм киіп барасың. Және ол міндетті түрде киіп баруың керек. Міндетті түрде. Кез келген жағдайда тексереді, қарайды, халатыңды сұрайды, хирургиялық костюм қайда деп. Хирургиялық костюм алу керек. Ол енді сенің нене байланысты, оқу жатқан оқу орныңның қай уақытта практика басталады, соған байланысты болып келеді. Бізде екінші семестрде басталды, сондықтан хирургиялық костюмды мен екінші семестрде алдым. Және қалпақ, кәдімгі ақ қалпақты да киюіңе болады, өзің енді қалаған өрнегі бар, суреті бар қалпақты алып таңдап киюіңе болады. Және екінші семестрде, бізде енді екінші семестр деп айтамын ғой, өзімде солай болғандықтан. Яғни анатомия басталған кезде міндетті түрде пинцет керек болады. Пинцет. Оның пинцеттің өзі анатомиялық емес, хирургиялық пинцет болу керек. Хирургиялық пинцеттің басы өзі тіс болып келеді, ара сияқты тіс болып келеді осындай. Қақ көрсетейін. Хирургиялық пинцет міне осындай. Осындай пинцет. Басы міне ұстайтын жері ара тәрізді, көрдіңдер ғой, дұрыс байқалмай тұр. Анатомиялық пинцеттің басында битіп келген тісі болады, екеуі бір-біріне кіріп тұратын тісі болады, мына жерінде. Ол керек емес. Хирургиялық пинцетті ешқашан ұмытпауың керек анатомия пәні болатын кезде. Сен сүйекті түсіндірсең де, буынды түсіндірсең де, бұлшетті, қандай препаратты ұстап түсіндіресің, міндетті түрде саған пинцет қажет. Қолмен түсіндіруге болмайды. Пинцет. Енді ол анатомия қай уақытта басталады, соған байланысты ала қоясың пинцетті. Одан кейін екінші аяқ киім керек. Міндетті түрде екінші аяқ киім. Қыс уақытында сен міндетті түрде екінші аяқ киіммен жүресің. Күз уақытында, көктем уақытында міндетті түрде екінші аяқ киіммен жүресің. Өйткені тазалық. Сен практикаға барсаң да, больницаға барсаң да міндетті түрде екінші аяқ киім сұрайды.
егер екінші аяқ киім болмай қалған кезде, бірақ міндетті түрде ұмытпауға тырысу керек. Болмаған кезде бахил аласың да, киіп аласың, бірақ бахилды көрген жағдайда көбінесе ұрсады. Ұстаздар ұрсып жатады, не екінші аяқ киім әкелмейсің деп. Екінші аяқ киім ол кәдімгі медицинаның аяқ киімі болу керек, кәдімгі аппақ тапочка дейм ма, аппақ аяқ киім. Кәдімгі өзің арнайы бір больницаларға барғанда көруі мүмкін, енді кәдімгі аппақ аяқ киім болу керек. Оған екінші аяқ киім кроссовка болмайды. Кроссовка болмаған жағдайда көбінесе практикада жүргенде кроссовка, сосын балетка дегендер ондайлар керек емес. Кәдімгі екінші аяқ киім киіп баруың керек. Ал универге барған кезде екінші аяқ киімді көбінесе көп жағдайда қарамайды қандай екінші аяқ киім екен. Ең бастысы таза болса, екінші аяқ киім екендігі болса болды. Екінші аяқ киім, сосын тағы. Қалған енді қалғандары түсінікті жағдайлар сияқты деп ойлаймын. Кәдімгі маска, ол енді маска маңыз емес енді. Егер влажный препарат ұстайтын болсаң, енді ол кезде маска кейбіреулер иісіне шыдамайды, сондықтан маска алады. Маска киіп жүреді. Перчатка, резиновая перчатка, резеңкелі қолғап дейм, резеңкелі қолғап, оны практикада жүргенде жұмыс істегендерді қолданасың, және анатомияда влажный препарат ұстаған жағдайда қолданасың. Және көбінесе қалың дәптер, міндетті түрде қалың дәптер, оған жай дәптер, 12 беттік дәптер көп керек емес, тек қалың дәптер болу керек, қалың. Және ручка, карандаш, түрі түсті ручка болған дұрыс. Сен қалам, ол конспект жазғанда, оған да қарайтын мұғалімдер бар. Мысалға конспект жазуға тапсырма берсе, сен таза көк ручкамен жазатын болсаң, ол саған айтады, ол конспекті емес, сен өзіңе байланысты, өзіңе ыңғайлы алып, мысалға маңызды сөзді қызылмен, ал маңызды емес сөзді көк ручкамен жазып, астын қарамен сызып деген сияқты сондай нәрсені міндет ететін мұғалімдер, қарайтын мұғалімдер бар, айтпаса да. Және корректор көп жағдайда біздің ең керек нәрсе ол корректор болды. Көп жағдайда конспект жазсаң да көп жағдайда түзететін жағдай болады. Міндетті түрде корректор керек. Міне осылай